Қайырлы күн. Бүгін сіздерге печенье жасап көрсетемін. Ішіне сүзбе қосылып жасалады. Бізге тіркеліп, видеоға лайк басып, өзіңізге сақтап қойыңыз. Ең алдымен біз творогты аламыз, үстіне май қосамыз және қопсытқыш, қант қосамыз, сосын аздаған тұз қосамыз. Осылардың барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Майымыз комнатный температурада тұру керек. Араластырған кезде жібіп жақсы араласу үшін. Енді үстіне ұнымызды қосамыз. Жақсылап отырып араластырып шығамыз. Көріп тұрсыздар, тестамыз өте жұмсақ, қолға ыңғайлы болып иленеді. Дәл осылайынан етіп илеп аламыз. Сосын біз бұны оқтаумен жақсылап отырып жаямыз. Бір келкі қылдырып. Достар, бізге тіркеліп, видеоға лайк басып, осы видеоны таныс туыстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Міне біз осылайынан етіп жайып алдық. Енді формамызбен қиямыз. Өз қалауыңыз бойынша қия бересіз. Менде дәл осындай формалар бар. Әртүрлі жүрекше, гүл көріп тұрсыздар. Осымен барлығын қиып алдым. Енді біз қызып тұрған духовкамызға осы печеньелердің астын майлап аламыз да духовкаға пісіретін боламыз. Міне көріп тұрсыздар, өте әдемі, аздап көтерілді, жұмсақ, дәмді пісады. Сіз де дәл осылай етіп пісіріп көріңіз. Рецепт описанияда жазылады. Өте дәмді шығады. Бетіне осылайынан сахарная пудра сеуіп, дастарханға ұсынсақ болады. Рецепт бойынша жасап көріңіз.